Тарихтың шаң басқан парақтарында өшпес із қалдырған бір дәуір бар. 19 ғасыр. Қазақ даласының ең бір алмаға ғайып, қан мен жас араласқан кезеңі. Бұл тек жер үшін емес, елдік пен еркіндік үшін болған арпалыстың шежіресі. Ильяс Жансүгіровтің отты қаламынан туған Исатай Махамбет драмасы. Мұнда халықтың мұңы мен хандардың айласы, батырдың намысы мен ақынның жыры тоғысқан. Міне Исатай, халықтың қамын жеген, қара адалдық қап жарған әділдіктің символы. Ол елдің тірегі, жауға дес бермес мұзбалағы. Оның артында азаттық аңсаған мыңдаған қарапайым қазақтыр. Ал мынау Махамбет, оның сөзі оқ, жыры найза. Ол тек ақын емес, ол ұлтты мұжданы. Оның домбырасының пернесінен күй емес, кек төгілді. Оның өршіл рухы жасырған халықты оятты. Бірақ бостандықтың жолы қашанда тікенді. Жәңгір ханның қаһарлы әскерімен патша үкіметінің зеңбірегіне қасарсы, тек қайсар рух пен қара найза ғана тұрды. Ақбұлақ, күйән кескі шайқас. Аттың тері мен ердің қаны судай ақты. Дала күңіренді, аспан тұтылды. Ереуіл атқа ер салмай, егеулі найза қолға алмай. Енку жер шалмай, қоңыр салқын төске алмай. Ерлердің ісі бітер ме? Исатай құлады. Халықтың үміті үзілгендей болды. Бірақ рух өлген жоқ. Махамбеттің жалынды жырлары мен Исатайдың ерлігі қазақ баласының қанына сіңді. Бұл жай ғана тарихи оқиға емес. Бұл біздің тәуелсіздігіміздің алғашқы ұшқындары еді. Ильяс Жансүгіровтің осы бір өлмес туындысын оқып отырып, сен өз тарихыңды, өз рухыңды танисың. Бабалар аңсаған бостандық бізге қалай келді? Шындық пен сатқындықтың арасы қаншалықты жақын? Исатай Махамбет драмасы. Оқы, ойлан, мақтан тұт.